Кеше бүкіл алаш елі аза тұтты. Интернетке кірген жоқпыз, Құран бағыштадық. Жақыннан айырылған жандарға Алла тағала сабыр берсін. Марқұмдардың Алла алдынан жарылқап иман байлығын берсін дегіміз келеді. Мынау қиын қыстау кезеңде қазақ елі жұдырықтай жұмылып жатыр. Халықты үйістіріп, жылу жинап, көмек көрсетіп жатқан азаматтарымызға алғысымыз шексіз. Қайрат Жолдыбайұлы, Сырымбек Тау, Қайрат Құдайберген, Айнұр Тұрсынбаева, Дәулет, Жанат Бақыт, Динара Сәтжан сынды азаматтарымыздың қазір істеп жатқан еңбектері кешегі ұлы отан соғысына өз ақшасына ұшақ алып берген Қажымұқандықпен пара-пар. Естуімізше 150 миллион теңгеге жуық қаржы жиналыпты. Алды кеше міне түнде 1000-ға жуық оттегі конденсатор отанымызға жеткізілді. Дәл осындай 7000-ға жуық оттегі конденсаторын алу жоспарда тұр екен. Аға бауырларымызға алғыс айтамыз. Енді мына бір мәселеге назар аударсақ, ел осылай қиналып жатқан кезде биылғы жылдың маусым айында мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 250 миллион теңгеге 802 компьютер сатып алған. Дәл қазіргі кезде мұның қаншалықты қажет болғаны түсініксіз, түсіндіруде қиын. Бұдан бөлек ел дәрі таппай сандалып жүргенде қоймалары аузы мұрнынан шығып дәріге толып тұрған СК фармация компаниясы 145 қызметкеріне бір жылда 1 миллиард теңгеден астам жалақы берген. Қазақстанда 19 ұлттық компания бар. Олардың жалақылары мен сыйақылары сізбен біздің түсімізге, өңіміз түгілі, түсімізге өмір бойы кірмей кетуі мүмкін. Мәселен, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 8 басқарма мүшесі 2018 жылы 189 миллион теңге сыйақы алған. 2019-да қанша алған белгісіз. Қазақстанның инвестициялық қорындағы 4 топ менеджер дәл сол жылы 95 миллион теңге сыйақы алыпты. Енді бұл тізімді сағаттап жалғастыра беруге болады. Миллиондарды, миллиардтарды санай берсек болады. Бірақ дәл қазір мемлекеттің ақшасымен ойнайтын кез емес. Егер осы топ менеджерлер мықты болған кезде, егер осы шенділер, шенеуніктер мықты болған кезде, біз осындай қиын қыстау кезеңге түспес едік. Қазіргі біздің жағдайымыз құдыққа түскен құрбақаның күйімен бірдей. Сондықтан ұлттық компаниялардағы миллиондық, миллиардтық сыйақылары мен бонустарды бірден тоқтатып, қазіргі кезде олардың жалақыларын қатаң бақылауға алу керек. Орнына бұл ақшаны, осы миллиондар мен миллиардтарды бірден тоқтатып, дәл қазір халыққа ауадай қажетті дәрі-дәрмек алуға және де алдағы мына оқу жылына дайындыққа жұмсауды талап етемін.